Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Қазір сіздермен жүректің соғысын санайтын, осындай өлшейтін Паскаль құрылғысымен жұмыс жасаймыз. Оның ешқандай батырмасы жоқ. Осындай өзінің екі бөлігі бар. Біреуі біздің жаңағы құрылғының өзі, мынандай. Екіншісі осындай оның несі бар? Ремень деп айтайық, ремень бар. Біз не істейміз? Мынау құрылғыны мынау ременьге байлаймыз, осылай байланыстырамыз, жалғаймыз. Болды. Енді адамның қай жағына бұны киеміз? Құрылғыны былай бұрып, тура мынау құрылғының ремень жағын мына жағымен біз не істейміз? Адамның тура мынау жүрек жағына қарай, яғни солнышко деп айтады ғой, солнечное сплетение деп айтады. Осы жерге қарай алып келу керек та, осылай тағу керек. Тағы да бір өзгешілік, бұл жақта тағатын кезде мына жағын кішкене гель немесе сумен сулап жіберу керек та. Сосын жүрекке қарай киімнің үстінен емес, тура дененің үстіне, терінің үстіне оны тағу керек. Сол кезде бәрін дұрыс жасаған болсақ, ол автомат түрде бізде бағдарламадан көрінеді. Қазір бағдарламаны қосып көрейік. Жақтан жаңа зертханалық жұмысты бастап көріңіз. Осы жерден қазір енді күтеміз. Мен қазір барып, бұл жаңағы құрылғыны өзіме тағып көрем. Балдармен жұмыс жасаған кезде біз не істейміз? Басқа жаңағы кабинетке баланы апарып, жаңағы майкасының астына осы құрылғыны жаңағы кигіздіріп, одан кейін жаңағы майкасын жаңағы көйлегін киетті, сыныпқа келетті, сыныпта онымен уже жаңағы жұмыс жасай береміз. Тағы да бір қайталап шығайын. Мына жағын сулаймыз. Одан кейін тура мына жақта кішкентай бір тесік бар, тура ортада, солнечное сплетение деп аталады. Тура осы жерге қарай осылай киеміз да, жаңағы ременьді мына жағынан өзінің қыстыратын мынандай ілмегі бар екен, соны былай аламыз да, былай тағамыз. Ол жаңағы жақсы отыру керек, түсіп кетпеу керек. Мына жақты сулап жіберуді ұмытпайық, Қазір мен оны тағып келемін. Ал енді жаңағы құрылғыны осы жерге мен тақтым. Сулап өзінің ілмегіне іліп. Енді тақтаға қарайтын болсақ, бұл жақта бізде жаңағы өзі шықты. Мына жақта кодын қарайтын болсақ, құрылғының үстінде тура осылай код жазып тұрған болу керек. Басып оны қосамыз. Мына жақта тек қана частота пульса, тек қана пульс бар. Сол үшін басқа нәрсе біз таңдамаймыз. Мына жақтан кішкене былай оңға қарай мына жағын былай тартып ашамыз. Мына жақтан бізде цифры график дегенді таңдайық. Енді стартты басып көрейік. Қазір жобалап 76-77 мен жүгірген жоқпын, секірген жоқпын, жай ғана тыныш тұрмын. Сөйтіп не істеп жатыр, мына жақтан орташа нені шығарсақ болады. Мысалы, мына жақтан астында уақыт кетіп бара жатыр, мына жақта жаңағы пульс кетіп бара жатыр. Біз не істейміз? Біраз уақыт, мысалы 1 минут болсын, біраз уақыттан кейін тоқтатып, оның орташа мәнін шығарсақ болады. Біздің қазіргі экспериментте тыныш тұрған кезде одан кейін мысалы оқушыларға белгілі бір жаттығулар жасатып, секіртіп, жүгіртіп, одан кейін қалай өзгерген байқасақ болады. Оның екі жол бар. Бірінші жолы стопқа басып, жоқ басып болады, стопқа басып жасауға болады. Екінші жолы маған ұнайтыны, біз стопқа баспаймыз, баланың жүгіріп атқан, секіріп атқан кезінде қалай өзгеріп атқанын, одан кейін қалай түсіп атқан байқаймыз да.
қанша минуттан кейін осы жағдайға келетінін көреміз. Енді мен қазір жаттығу жасап көрейін. Мысалы мен отырып тұрып қазір жаттығу жасайын. И біздің жаңағы пульсіміз қалай өзгереді. Жүрек соғысы байқасаңыздар қазір көтеріле бастады. Құрылғы түсіп кетпеу керек, мықты тығыз отыру керек. Байқасаңыздар жайлап жүріп ол көтеріле бастады. Қазір басында 70-77 болған, қазір 100-ге дейін жетіп қалды. Осылай осылай балаларға жаттығу жасап болғаннан кейін біз балаларға кесте берсек болады. Жаттығу кезінде, жаттығудан кейін 1 минут, 2 минут, 3 минут өткеннен кейін жаңағы толтыру керек. Басындағын қалай өзгергенін көрсетуіміз керек. Мысалы, енді біз зерттейік. Басында жаңа мен айттым ғой, неге график таңдаған дұрыс. Өйткені біз графикта қай уақытта қалай өзгеріп жатқанын байқай аламыз. Көрдіңіздер ме? Басында мен мына жақта жай ғана тұрғанмын. Мынау 80-ші секунд жобалап осы жерде мен жаттығу жасай бастадым. 80-ге жетпей жатып, сол кезден бастап көтеріліп, максимум мынау қанша? Тұра берсін, примерно 111-112 соған шейін барды. Одан кейін жаттығу жасау тоқтағаннан кейін жайлап жүріп түсіп бара жатыр. Яғни мына жақта жобалап 155 деп алсақ, қазір 50 секунд өткеннен кейін ол 90-95-ке келіп қалды. Сөйтіп 1 минут, 2 минут, 3 минут өткеннен кейін нәтижелерін алып алады балалар. Сосын жұмысты тоқтатуға болады. Сөйтіп осы график бойынша біз жаттығулардың адамның жүрек соғысына әсерін көре аламыз. Жалпы осы ешқандай қиындығы жоқ, өте оңай. Сөйтіп бірнеше баламен жасап көруге болады. Немесе бір бала бірнеше жаттығу жасап көрсе болады. Қай жаттығу, мысалы, оның жүрек соғысына әсері қаншалықты екенін көруге болады. Одан кейін жүректің соғысына тек қана физикалық жаттығулар ғана емес, басқа да қандай? Кофеин. Айтпақшы, өте жақсы айттыңыз. Кофеин, горилла, тағы да басқандай әртүрлі ішетін заттарды ішіп, одан кейін оның жүрек соғысы өзгеруін көре аламыз. Одан бөлек, мысалы, баланың әртүрлі эмоциясы өзгерген кезде, қатты қуанып немесе уайымдап жатқан кезде де жүрек соғысы өзгеруін біз көре аламыз. Ол үшін, мысалы, бір оқушыға осын датчик тағып қойып, белгілі бір ертең емтихан болады, немесе қатты былай күлдіріп, бала ол датчик бар екен уже біраз уақыттан ұмытып қалуы мүмкін, сіз мысалы мынаны көрсетпей, бір телефонға ма, бір планшетке соны қосып қоясыз да, бала сосын сол датчикпен жүреді, сіз де байқасаңыз болады. Мысалы, сіз оған жақсы бір хабар айттыңыз, уайымдап кетті, тағы да білем қатты күліп жатыр. Сол қай секундта бұл сіз айтқан жаңағы күлдірту, уайымдау деген сіз өзіңіз бақылап отырасыз. Содан кейін жаңағы график бойынша қараймыз. Сол сәтте сіз оны күлдірткен кезде, сол әртүрлі жаңағы эмоциясы өзгеріп жатқан кезде, оның жүрек соғысы қалай өзгеріп жатқанын бақылап талдауға болады. Бұл өте қызық. Рахмет. Жалпы осы тақырыпты жүрекке байланысты бастап жатқан кезде өте жақсы бір жол бар. Құрметті балалар, адамның денесінде бір мүше бар. Егер ол жақсы болса, бүкіл адам жақсы болады, бүкіл денесі жақсы болады деген сияқты. Деп бастауға болады. Ол не ол деп балалардан сұрасаңыз, балалар әртүрлі өзінің идеяларын айтып, соңында жаңағы жүрекке келеді. Айтқан кезде ол тек қана физикалық тұрғыда емес, жүрек деген шынымен ғой, жүрек жақсы болса, бүкіл денемізге не істейді? Қанды уақытында жібереді, оттегімен бірге қамтамасыз етеді бүкіл жасушаларды. Бұның бір жағынан физикалық емес жағы да бар, мысалы рухани жағы бар. Адам не істейді? Жүрегі егер
таза болса, жақсы болса, ойы жақсы болса, ол не істейді, бүкіл жаңа денесі жақсы болады, бүкіл жаңа басқа адамдарға да оның әсері жақсы болады деген сияқты осындай да құндылықтармен бөлісуге болады. Рахмет, түсінікті болды деп ойлаймыз. Қош сау болыңыздар.